Қыркүйектің алғашқы күнін Еуропаның қор нарығы сауда құлдыраумен аяқтады. Негізгі биржалық индикаторлар 2,5-3% жоғалтты. Еуропа мен Азия ақш-тағы жаппай сатылымға бұл жолы тағы да Қытай себепші болды. Елдің өндірісіндегі іскерлік индексі 3 жыл ішінде ең минималды көрсеткішке төмен түсті. Бұл Қытайдың проблемасы қаржылай сектормен шектелмейтіндігін, биліктің нарықты тұрақтандырудағы шаралары қажетті нәтиже бермей жатқандығын көрсетеді және нарық ойыншыларының қаупін арттыра түседі дейді мамандар. Кезекті сессияны көтерілгендігінен кейін мұнай мен басқа да шикізат тауарларының бағасы күрт төмендеп кеткен. Осы арада әлемдік қара алтын бағасына бағынышты ресейлік акциялар нарығында құлдырап, РТС индикаторы 3,4%-ға қысқарды. Аэрофлот Трансаэроны сатып алады. Ресейдің бірінші вице-премьері Игорь Шуваловтың жиналысынан кейін қабылданған осы шешімді екі әуе компания және бірнеше жергілікті басылым растады. Енді ресейлік Аэрофлот әуе тасымалдаушысы ұлттық нарықтың 60%-дан астамына бақылау жасайды. Аэрофлот акцияларының бақылау пакеті мемлекетке тиесілі. Ал Трансаэроның қазіргі жағдайы өте күрделі. Оның таза қарызы 67,7 миллиард рубльді құрайды. Оның ішінде 40 миллиарды қысқа мерзімдегі қарыз. Өткен жылдың соңында мемлекеттен алынған кепілдік елдегі екінші ірі операторға несие берушілермен келісуге мүмкіндік бергенмен қаржылық жағдайын жақсартқан жоқ. Келісім туралы ақпараттан кейін Мәскеу биржасындағы Трансаэро қағаздары 40%-ға көтеріліп, Аэрофлот акциялары 5%-ға төмендеген. Канада экономикалық құлдырауға қайта оралды. Ресми мәлімет бойынша бірінші тоқсанда жалпы ішкі өнім 0,8%-ға, екінші тоқсанда 0,5%-ға қысқарды. Мемлекет 2008 жылдың дағдарысынан бері мұндай рецессиямен әлі жолықпаған еді. Ең жапырақтылар елі мұнайдан бөлек Америкаға экспортталатын шикізат тауарлар бағасының құлдырауынан да зардап шегіп отыр. Канада әлемдегі алюминий, мыс, темір, никель, уран және мырыштың ең ірі өндірушілерінің бірі болып саналады. Екінші тоқсанда елдегі минералды ресурстар өндірісі 4,5%-ға азайды. Дегенмен де Канада банкі екінші жарты жылдықта экономика өсімі қайта қалпына келеді деген сенімде.